Барлықтарыңа қайырлы күн балалар. Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 15-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, көркем мінез дегеніміз не? Мәтін туралы не білемін? Мәтінге тән белгілерді есіме түсіремін, дұрыс құрастырмаған мәтінді өңдей аламын. Екі бөлікті салыстыр, қай бөлік мәтін неліктен дәлелдеп көр. Бірінші бөлік: жаман адамға да жақсы көзбен қара. Нұрайға тосын сый жасадық. Күлкі көңілді көтереді. Екінші бөлік: Нұрай ибалы, тәртіпті оқушы, ол үздік оқушылардың бірі. Сыныптастары оны үлгі тұтады. Мәтінді көшіріп жаз, сөйлемдерді бір-бірімен байланыстырып тұрған сөздердің асын сыз дейді. Бірінші мәтінді көшіріп жазу үшін біз мәтінді табуымыз керекпіз. Бұл жерде екінші бөлік бізде мәтінге жатады екен, себебі бізде сөйлемдер өзара байланысып тұр екен. Енді Нұрай ибалы, тәртіпті оқушы, ол үздік оқушылардың бірі, сыныптастары оны үлгі тұтады деп көшіріп аламыз дәптерімізге. Және сөйлемдерді бір-бірімен байланыстырған сөздердің асын сыз дейді. Нұрай, ол және оның сөздері сөйлемдерді байланыстырып тұр екен. Сондықтан осы сөздердің асын сызып қоямыз. Келесі екінші жаттығу: берілген сөйлемдерден тиін мәтінін құрастыр, ол үшін сөйлемдер өзара мағыналық байланыста болсын дейді. Мына жерде 5 сөйлем берген, сол сөйлемдерден тиін деп аталатын мәтін құрастыруымыз керекпіз. Тиін саябақта тіршілік етеді. Бірде оған оқушылар жаңғақ әкелді. Тиін жаңғақты тез қағып алды. Тиіннің мұнысы балаларға қызық көрінді. Олар тиінді үнемі азықтандырып тұратын болды. Келесі: тиін мәтінін құрастыруда сөйлемдердің қандай байланысу тәсілін қолдандың дейді. Сөздердің қайталануы, жіктеу есімдіктері немесе синоним сөздер дейді. Балалар, бұл жерде біз жіктеу есімдіктерін қолданған екенбіз. Балалардың әрекетін бағала дейді. Бірінші, олар тиінді қызықтау үшін келді. Екінші, олар тиінге қамқорлық жасады дейді. Балалар негізінде олар тиінге қамқорлық жасау үшін келді. Келесі жаттығу: байланысу тәсілдерін пайдаланып мәтінді көшіріп жаз дейді. Балалар, мына жерде кейбір сөздер түсіп қалған, сол сөздерді орындарына қойып мәтінді көшіріп жазайық. Таған көгершіндердің даяр тамақта жылы орында тұрғанын көрді де, жүнін ақ бояумен бояп, соларға келіп қосылды. Түнде ол өзінің қай жерде екенін ұмытып, өзінше айғай салды. Сонда көгершіндер оның бөтен құс екенін біліп қуып жіберді. Бұдан кейін таған өзінің жолдастарына келіп қосылды. Жолдастары жүні ақ болған соң танымай қуып жіберді. Осы қалпымен ол көгершіндерге де қосылмай, өз жолдастарына да қосылмай, көрген күні қараң болды. Мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін тақырыптың қысқаша атауын таңда дейді. Таған, көгершіндер, көрсе қызар дейді. Балалар, бұл жерде негізі таған деген мәтіннің тақырыбында қойсақ болады. Бірақ та бұл жерде тағанның бұл жерде мінезі туралы айтып тұрғандықтан біз мәтіннің атын көрсе қызар деп қойдық. Келесі: таған не үшін ешкімге қосылмай жалғыз қалды? Берілген пікірлердің қайсысы дұрыс деп ойлайсың? Өз көзқарасыңды білдір дейді. Бірінші: ауырдың үстімен, жеңілдің астымен өмір сүргісі келді. Екінші: өз туыстары қуып жіберді. Үшінші: барға қанағат етпеді. Мен бұл пікірмен келісемін, себебі, болмаса келіспесеңіз, мен бұл пікірмен келіспеймін, себебі де бары қарай жалғастыруымыз керек біз өзімізді ойымызды. Енді бұл жерде біріншісі дұрыс: ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргісі келді. Мен бұл пікірмен келісемін, себебі таған дайын тұрған жылы орын мен даяр тамаққа барғысы келді. Бірақ барлығы да тек еңбекпен келетінін түсіну қажет. Келесі 4-ші жаттығу: көргені бойынша жазып шыққан оқушы қыздың мәтінін ретке келтіріп жаз дейді. Бірде ол балапандарын ілестіріп көлшікке келді. Суға алдымен қаз сүңгіді. Жазда мен қаздың балапандарын қалай шомылдырған көрдім. Балапандарды да сырғи жүзіп суға сүңгіп шығып жатты. Мен қызға қарап тұрдым. Мәтіннің қалай болып шықты? Көшіріп жазып оқы дейді. Балалар, біз мәтінді ретке келтіруіміз керекпіз, былай айтқан кезде. Жазда мен қаздың балапандарын қалай шомылдырған көрдім. Бірде ол балапандарын ілестіріп көлшікке келді. Суға алдымен қаз сүңгіді. Балапандары да сырғи жүзіп суға сүңгіп шығып жатты. Мен қызыға қарап тұрдым. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.